Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет қыста сақтайтын малинадан варенье жасайтын боламыз. Өте қою, өте дәмді болып шығады, өте пайдалы. Өздеріңіз көріп тұрғандай банкіні қажет етпейді. Осындай ыдыстарға да салдым. Осылай бүтін күйінше. Бұл да өте пайдалы. Қыста осындай бүтін малина жегілеріңіз келсе алып жей бересіздер. Енді бұны жасалу жолын видеоны соңына дейін көріп, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осындай банкіні қажет етпейді, баклажкаде салып сақтайтын боламыз. Бізде Шымкентте малинаның килограммы 1500-ден болып жатыр. 2 ящик алдым, 6 кило шықты. Енді осыны варенье жасайтын боламыз. Енді осы малиналарымызды жуып аламыз. Көп адамдар жумай жасайды. Сол үшін бір шай жерген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені шаң тозан болады. Осылай бір шайып алдым. Енді өзі қалауларыңызша жумасаңыздар да болады, бірақ көп адамдар жумай жасайды малинаны. Соғы шығып кетеді, сулы болып кетеді деп. Бірақ бір шайып алған дұрыс деп ойлаймын. Бұны шайып алған екен кептірсеңіздер де болады, сулы болып кетеді десеңіздер. Болмаса осылай жасай берсеңіздер де болады. Осылай жуып алған екен, мусорынан тазалап, өздеріңіз көріп тұрғандай салып алдым. Малинам менде 6 кило болғандықтан, оған 6 кило құмжигер салатын боламын. Малинаны бірге бір құмжигер қосамыз. Бірінші осылай азырақ салып алып, қатты араластырмай, өстіп контейнерге салып аламын. Өйткені бұған құмжигердің көп қажеті жоқ. Осылай араластырып, өстіп контейнерге салып қойдым. Қыста торт жасасам, пирог жасасам, бетіне әсемдік ретінде, болмаса осындай дара-дара жегіміз келгенде алып жей беретіндей қылып. Қалған малинаны осылай жақсылап езетін боламыз. Құмжигерін бірге бір қосып, жақсылап араластырып, блендер болса блендермен араластырыңыздар, болмаса қолдарыңызға печатка киіп алып, қолмен ессеңіздер де болады. Жақсылап ішінде барлығын езіп, жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын жақсылап езіп араластырып алдық. Блендермен өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осыны баклажкаларымызға құятын боламыз. Баклажканы жақсылап жуып, тазалап, осылай құйып шықтым. Міне менде 6 килодан 5 баклажка варенье шықты. Және де 3 контейнерге бүтін күйінде салып қойдым. Өте қою, өте дәмді болып шықты. Бір жақсы қайнатпайсыз, 5 минутта дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, контейнерге мұз болып қатпайды екен. Морозилькіге салып қойған болатынмын. Осы су күйі болып тұр. Морозилькіге салсаңыздар, мұз болып қатпай, осы күйі дара-дара болып тұрады екен. Осылай жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Менің каналымда видео бөліміне өтсеңіздер, осындай керемет пайдалы видеолар бар. Оларды да ашып көріңіздер. Сіздердің кәделеріңізге жарайтынына сенімдімін.